ұнағаны архитектурасы және табиғаты. Тарихи орындарға барлығына баруға бізде уақыт жетпеді. Негізгі іс-сапарды бітірдік және жол бойында мүмкіндік болғанша барынша аралауға тырыстық. Біздің іс-сапарымыздың негізгі мақсаты ол қызметкерлердің біліктілігін арттыру болды. Және осы іс-сапар аясында біз Meritor заводында болдық, яғни Каминстің еншілес компаниясы. Және бұл заводта біздің машиналарымыздың негізгі жүріс бөліктері жиналынады, яғни ходовой часть деп аталады. Жүріс бөлігі. Жүріс бөлігінің қалай жиналатыны және қалай бізге жиналу процесін толығымен таныстырды. Негізгі актуалды сұрақтар болды бізде. Сол сұрақтарды жеткіздік. Инженерлермен бірге жиналыс өткізілді. Біріншіден Каминс компаниясымен жұмыс істеу. Бұл бізге біріншіден сапаны береді. Жүріс бөлігіне сапалы агрегаттар орната аламыз. Екіншіден, бұл компания қызметкерлердің біліктілігін арттыруға көп үлесін қосатын компаниялардың бірі. Және өзіміздің қойылған агрегаттарға біз қызмет көрсете аламыз. Яғни полный құрастыру және ашып жинау процестерін толығымен меңгере аламыз. Және осы іс-сапар аясында бізге компаниядан, сол заводтан негізгі технологиялық процестер берілді. Негізгі технологиялық процестер, ол технологиялық процесс аясында, яғни біз агрегаттарды толығымен қызмет көрсете аламыз және де анықтамалар берілді. Артықшылығы ол өндіріс орнында конвейерный жүйе деп аталады. Конвейерлік жүйемен жұмыс істейді және қарапайым жұмыскерлерге толығымен сенеді десек те болады. Әр жұмыскердің өзінің жеке станциясы бар. Сол станцияда өзіне міндет артылған детальдарды құрастырып алады. Жауапкершілікті өз мойнына алады. Және қызметкерлердің жағдайы толығымен жасалған десек те болады. Ол компаниядан аңғарған ерекшелігіміз ыстық ауа райы кезінде жұмыскерлерге таңғы 6-дан түскі 2-ге дейін жұмыс істеуге рұқсат етіледі. Яғни ауа райына байланысты. Және де негізгі қызметкерлер күнделікті жұмыс орнында болады, ал негізгі инженерлер және де инженер-конструкторлар, инженер-технологтар сырттай онлайн жұмыс істей береді. Бұл іс-сапарлар біріншіден техникалық адам үшін, техникалық қызметкер үшін таза ауа береді десек те болады. Жаңа ілім, білім және жаңа көзқарас. Техникалық қызметкер үшін күнде көріп жүрген техникалық шешімдерге қарағанда алпауыт компанияларда қолданылатын техникалық шешімдер басқа техникалық шешімдерді көру және осы мүмкіндіктерді пайдалана отырып, осы өндірісімізге оны енгізе алу мүмкіндігі беріледі. Яғни ол шешімдердің қатары полный өндіріс, оптимизация істелінген, артық жұмыс орындары қысқартылған, жұмыс өнімділігі жоғарырақ десек те болады.